Бәріңізге сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз Аномалия дейтін ойынды ойнағалы жатырмыз. Бауыр Геймс арнасына қош келдіңіздер. Так достар, бүгін бізде жаңадан пациент келген екен. Мен врачпын. Бүгін мен адамдарды осы жануарларды жөндейтін боламын. Сәлеметсіз бе? Мынау кім екен бізде? Йо-майо, ауырып отырған сияқты ғой кішкене. Түрін қараңдар, дәл қазір бұл бізге мына жерге келеді. Осы жерден бізге тіркеледі және мен Бауыр Геймс врач мына жерге келіп, бұл адамдарды мен әрине не істеймін? Ауру келе жатыр екен, дәл қазір біз оны емдейміз. Емдемесем бұрын мен кофе ішіп алайын. Мен кофе ішіп алсам, менің миым, жаным толатын болады. Міне сол жақ астында миының суреті көрсетіліп тұр. Мінекей, бірақ бұл жерде кішкене рубок сатып алу керек екен. Менде рубок жоқ. Ал шоколад жейікші, шоколад жесек кішкене толы ма екен? Жоқ. Смена екі аяқталған кезде жеуге болатын шығар. Мынаны мен регистрация жасайын. Сен дәл қазір жаңағы врачтардың операция бөліміне кіресің. Енді міне пациент деп жазып қойдық. Жақсы кеттік. Бүгін бізде сменаның екінші күні біз бүгін не істейді екенбіз? Вау. Қай жаққа кіреді екенсің? Біздің пациент қай жаққа кіреді екен? Біздің пациент вроде үшінші номерге кіреді екен. Мінекей үшінші номерді белгілеп қойған екен. Давай кір. Біз сізге қазір өте керемет бір 100 мыңдық операция жасайтын боламыз. Уайымдамаңыз, басыңызды аяғыңызға қойып қоймаймыз. Аяғыңызды қолыңызбен ауыстырып қоймаймыз. Бүгін сізге керемет бір жұмыс істейміз. Так, бізде бәрі жасалып жатыр. Енді мынаны басамыз. Так, мына біту керек. Так, өте температурасы көтеріліп кетті. Мынаның температурасы. Так, бізге мынандай заттар керек екен. Су керек екен. Су. Естас, суды аяқтан аламыз. Так, су қайда? Мен бүгін бірінші жұмыс жоқ мынау ғой. Все, родной, от души. Так, суды береміз. Все, суды бердік. Нормально. Так, мынаны бір басам, высокая температура. Так, температурасы көтеріліп кеткен екен, содан кейін біз оған су бердік. Так, емделіп шық, родной, емделіп шық. Аты кім бұның? Тоби Ким, давай. Келесі кезекте келіп тұр. Үстіп, осындай Бауыр Геймс дейтін врач бар ма десеңіз. Прикинь достар, мен 10 жанымды алып тастады. Сол жақ төменде 10 миымның, яғни мен стрессовать етіп жатырмын ғой. Менің миым шаршап жатыр, жұмыс істеп деген сияқты. Сөйтіп менің 10 сондай күшім кетіп қалды. Так, мына жерде зарегистрация пациент бір адам мына кісі тіркеліп жатыр екен, тіркеле берсін. Так, тіркеле берсін. Ені басып тіркеңдер. Не үшін мен ғана жұмыс істей берем, айыр бар. Так, сен жұмыс тіркеткізе бер. Так, сау болыңыз, басыңызда ауырып алыңыз ба, сау болыңыз, келіп тұрыңыз. Өйткені біздің самый лучший, самый күшті біздің осы Animal Hospital'ымызға келіп тұрыңыз. Бағасы не бәрі 500 мың теңге, 20 мың теңге комиссиясымен әкіп беріңіз. Так, сонымен клосет бізде ажығайлы жабық. Так, бірі. Хорош, емделіп шықтың ба? Жақсы. Мен кімден дейін? Так, нан емдейік. Так, емдейміз. Так, мыналарды регистрация жасаймыз, бірдеңелерді басамыз. Короче, наның ауруын қандай дертке шалдыққанын бірінші көретін боламыз. Сол дертке байланысты мен дәл қазір дәрі-дәрмектерін алып келіп беретін боламын. Кандидский грипп дейді. Оған бізге кленовый сироп және сироп от кашля керек екен. Так, ондай тұра тұр. Сен қайсын алдың? Сен өзі қайсын алдың? Қайсер. Так, ойбай, екеуін әкеп бердің ба? Хорошо. Достар, бізде бүгін сменаның екінші күні аяқталды. Енді біз үшінші күнге ораламыз. Достар, дәл қазір бізде үшінші смена, дәл қазір бізде жаңадан адамдар келіп жатыр. Оны бізде мынау Kill Maples дейтін суретке түсіріп жатыр. Бізде мынандай ашылған білеміз. Мен мына жерден аптечка сатып алдым. Мінекей енді бізде аптечка болады. Мына жерде аптечкалармен адамдарды емдейміз. енді көреміз. Бүгін үшінші сменада өте көп адам келуі мүмкін. Мінекей бірінші адам келе жатыр, екінші адам. Қане сен бірінші адамды қабылдай бер. Жарайды, сен ананы да қабылдай бер. Мен мынаны емдей берейін. Ананы да қабылдап, бірақ сен өзің емдейсің. Так, бізде екінші комнатада. Ойбай. Достар, бізде мынандай бір тапсырма болады. Қараңыздар. Біз үстіге қарамаймыз. Егер біз үстіге қарайтын болсақ, онда бізді ол өлтіріп тастайтын болады. Қараңыздар, үстінде кім бар көңін көрсетейін. Мына жерден қарауға болады міне терезеден. Ал бірақ ішке кірген кезде оған қарауға болмайды. Біз бар болғанда мына адамды емдеуіміз керек. Мұны біздің осы больницаның бірден бір өте жаман бір қарғыс атқан жолы осы ғой. Жоғары жақта қарауға болмайды, немесе бір ужастар бар, астыларына бірдеңелер шығады деген сияқты. Енді так, бізде бұның несін анықтадық. Бұл жерде бізде жаңағы бірдеңе брюсиспен ауыраткен. Так, бұған бізге аптечка мен термо и медицина 3 сат керек екен. Так, бізге аптечка керек и термо керек. Сосын мынандай керек екен. Үшеу керек екен. Так, үшеуін біз бәрін береміз.
Так, нан да береміз, нан да береміз. Берси. Все, хорошо. Так, емдел. Все, емделіп жатыр. Бұл енді есігін жауып кете береді. Так, бізде тағы да пациенттер, сен пациенттерді қабылдай бер, родной. Так, сосын, так, мына жерде зарегистрировать пациент. Так, жаңадан келді, сәлеметсіз бе? Сіздің қай жеріңіз ауырады? Дәл қазір біздің клиникаға қош келдіңіз. Бүгін сіздің тамағыңызды, керек бір жерлеріңізді дамытып, енді емдеп шығамыз ғой енді. Так, ең бастысы бізге ақшасын берсеңіз болды. Так, бізде мынаның бәрін көреміз, сурет түсірдік. Так, оған біз дәл қазір пациент дейтін жазып беруіміз керек, яғни паспорт қой. Паспортын беруіміз керек. Біздің клиникаға қош келдіңіз, Power Games'тің клиникасына, Анна-Моля атты клиникасына. Так, бізде 0.32 секундымыз бар екен әлі. Үшінші сменаның аяқталуына. Так, тез кір. Ойбай, бізде тағы да адамдар келе жатыр ғой. Ойбай, бізде тағы да адамдар келе жатыр. Мынаның бәрін қабылдап алайық. Ана жақта менде досым бар, сол досым барлығын емдеп жатқан шығар. Сол жаққа қарай жіберейік. Тағы да адам жоқ па? Жоқ, тағы да адам жоқ екен. Сәлеметсіз бе? Тез болыңыз, бізде жұмыс уақыты өте таяп қалды, адамдар тым көп, бізде бәрі очередке тұрып жатыр. Так, сіздің қай жеріңіз ауырды екен? Так, күте тұр, так, анау кофе ішіп жатыр. Так, мына бәрін бүйтейік. Все. Ойбай, мен сізге неңізді беруді ұмытып кеттім ғой. Мәңіз. Все. Давай, до свидания. Кет, емдейміз. Кел, емдейміз. Так, қызыл. Мына жаққа бір адам келген ғой. Мынаны кім емдеп жатыр? Мынаны ешкім емдеп жатқан жоқ қой. Так, бір жаққа бүйтіп. Мына жақта бір адам біреу тұр екен. Так, біз оны қалай не қыламыз? Біз оған қалай кіреміз? Ойбай, үстіге де қарауға болмайды. Не істейміз? Мен оны емдегім келіп тұрған жоқ. Так, аптечканы өзім қолдана аламын ба? Жоқ, өзім қолдана алмаймын аптечканы. Мә саған. Так, мұзға лақтырып жіберейік, онда өзім қолдана алмасам. Не істейміз, достар? Мынаның ішінде 2 ужас тұр. Мен қайда кіріп баратсың? Анау қайда кіріп кетті? Кім мынау? Анау дос екен ғой, мынау жылап жатыр. деп. Так, былай емдейміз. Мына қызылға түс қалмау керек, достар. Мына қызылға түс қалмау керек. Егер қызылды басып қоятын болсам, онда мені мынау тартып алады. Және де достар, мен жоғары жақ қарамауым керек. Жоғары жақты бүйтіп чүт қарасаңыздар, ана қызыл бәле тұр. Сондықтан мен жоғары жақ қарамауым керек. Сосын қызылға түс қалмауым керек. Анау не деген қыз ғой? Так, необходимо, так, біз қазір уайымдамаңыз, біз қазір сіздің бір қай жеріңіз ауру, соны бәрін қазір анықтайтын боламыз. Так, сізге кленовый сироп керек екен. Так, біз оны ар жақтан алып келеміз. Уайымдамаңыз, мен өте мықты батыл врачпын. Кленовый сироп қайда? Кленовый сироп. Так, мынау еді ғой. Все, нан береміз, қазір анау емделіп кетеді. Так, ойбай, мына жерден бері салайын мен. Так, емделіңізші, пожалуйста. Ура, емделді. Все, жыламаңыз. Так, все, емделді. Ес жоқ қойыншы. Абаля. Так, бізде бір адам кетті, ана жақта бізде очередте тұрған болуы мүмкін. Кім бар бізде очередте? Ойбай, бізде очередте бір адам келген. Достар, вообще үлгермей жатырмық. Мына жерде не өте көп пациент. Біз маркетингке, яғни TikTokқа күшті бір реклама беріп кеткен едік қой. Содан көп адам келіп жатыр. Ана TikTokта 100 000 просмотр жинап кетті деген сияқты ғой енді. Мына жақта өте көп просмотр жинап, осы біздің пациенттің жаңағы жұмысын көбейтіп жіберді. Так, тағы да мына жерден көруге болады, достар. Мына жерден көруге болады. Ішке кірген кезде қарауға болмайды бізге ол жерге. Так, мына жақта мысық тұр екен ол жақта. Кіріңіз, тез, бізде жұмыс уақыты өте көп. Не үшін жақта қызыл? Все, емделе ма? Все, хорошо. Так, мен ананы емдейін. Ойбай, жолда мынандай бірдеңе тұр. Оны басып кетуге болмайтын шығар. Так, мынаны басамыз. Так, қай жеріңіз ауырып жатыр? Біз қазір анықтайтын боламыз, қай жеріңіз ауырып жатыр екен. Достар, ауырмаңыздар, мынау сияқты ауырмаңыздар. Так, бізде өте жұмыс қызу талқыға болып жатыр, талқыланып жатыр. Жұмыс өте қызу болып жатыр. Так, мына жерде не болып жатыр? Так, необходимо мынаның қай жері ауырып жатыр екен өзі? Пациент дейді, Луис Ловац. Так, сізге не керек? Сізге медицина керек екен ғой. Мен саған, достар, анау не екен? Ананы басып кетсем не болады екен? Так, медицинаны аламыз, медицинаны береміз. Все, емдеріп үйіңізге қайта беріңіздер болады. Мынаны басып кетуімізге болмайды, достар. Оппа деп шетінен өтіп кетуіміз керек сияқты. Басып кетсек біздің жанымыз кететін сияқты. Ой, қарасайшы, не қарап тұрсың? Мына жақта адам келіп тұр ғой. Так, сәлеметсіз бе? Хорошо. Мен барлығын өзім істеп жатқан сияқтымын, ше, достар. Так, барлығын өзім істеп жатқан сияқтымын. Кетші бар, сен дым істеп жатқан жоқсың, білмейсің не істеу керек екенде. Енді новичок қой, мынау бізде новичок, не істеу керек екенін білмейді. Ишак мал. Түсіндің ба? Так, келесі жолы өзің қабылдашы, мен яқта тек жұмыс істей берейінші. Так, 5-ші комната, 5-ші палатада бізде бір адам келген екен. Так, ол яқта мә саған. Яқта анандай тұр екен ғой, ананы басқа алуға болмайды, достар. Так, кіріңіз, дәл қазір сізді ананы басқа алмай емдейміз. Бұл Анна-Моля хоспитал. Бүгін жұмыс істейміз, ертең бұл жерден кетіп қаламыз. Сосын басқа бір жақсы бір Қазақстаннан жақсы бір врачтар тапсаңыз болады негізі. Бұл жерге енді келмей қойыңыз. Так, сіздің өліп барам. Құтқарыңдар. 19 жаным, достар, сол жақ төменге қарасаңыздар, 19 жаным қалды мен. Ё-майо. Тұра тұр, сен емдеместен бұрын мен өзімді емде болуым керек сияқты. Не істеуім керек? Мен 19 жаным қалды. Тез барып барып мен кофема бірдеңе ішіп алуым керек сияқты. Мына жақ жабылып қалды. Ё-майо. Мен досым қайда? Кәз күте тұрыңызшы. Кофе ішуге болмайды. Кофе ішіп алайыншы.
Сөз нормально өтсін. Сәлеметсіз бе? Мен анау не істеп жүр ана сілімтік мен қасымда досым қайда бірдеңе істеп жүр ма? Бір тірлік істеп жүр ма? Мен саған мен досым жоқ достар, мен бір өзім қалман досым шығып кетті ойыннан. Ема саған. Так, сізді суретке түсіреміз. Так, мынаны басамыз. Так, қазір күте тұрыңыз. Бізде енді кешіріңіз, адам өте көп келіп жатыр бізде бүгін. Сондықтан ешқайсы үлгермей жатырмыз. Мен саған достар, анау жаңа мен ұстап алған айтсаңыз шыққан шошып кеткенсіз ғой. Деп. Так, мына жерде кімдер? Біз айтпақшы 5-ші палатамыз, иә? Так, сіздің қазір ауруыңыз не қыламыз? Бізде жаңадан пациент келіп қалып еді. Қазір соны жаңағы қарап біліп, сол пациентті жаңа жатқызып келген түрім ғой, енді кішкене үлгермей жатырмыз, уайымдамаңыз енді. Так, 93-97 все. Так, қай жер ауырып жатыр екен? Қазір көремін сіздің қай жеріңіз ауырып жатқанын. Low sugar, stomach ulcers, так, сіздің короче көп деген ауруыңыз бар екен. Не үшін көп ішкенсіз, көп ішуге болмайды екен. Так, сізге не керек екен? Қараңыз, сізде кленовый сироп, травы и 4 калий керек екен. Так, кленовый сироп, травы, 4 калий. Кленовый сироп, ұмытып қалмайыншы. Так, мынау керек. Так, мынау керек и калий деді ма? Не деді? Ұмытып қалдым мен достар. Иә. Мынау керек екен ғой. Жоқ мынау. Так, 3 сат алдым. Ема, сен ващым қатты ауырып кетіпсің ғой, сағаннан 3 сатты алып келу үшін кәдімгідей жұмысым кетті. Сондықтан сен маған бір 200-300 қалтама сап берсей, аняққа кассаға төлемей қалтама сап берсің. Так, есік жауып кетейік. Так, бізде неқта кім бар? Так, достар, бізде ана жерде жаңа пациент ашылған екен, дәл қазір біз соны емдеуіміз керек. Қараңыздар, бізде тағы да бір комната ашықты. Мен саған бұған мен үлгермеймін ғой енді, өйткені бізге көп адам керек. Ал мен неқта бір адам болып жұмыс істеп жүрмін. Ема 45 дейді. 45 бірдеңеге сағапты. Так, бұған не керек? Су керек. Ойбай, мынау қатты ауырып жатқан біреу сияқты ғой. Так, су керек. Мә, су. Так, енді керек, не керек? Операция. Ойбай, мінекей аптечка. Бұл қатты өліп бара жатқан сияқты. Ема 40 дейді. 39, 38, 37 секунд деген қайтыс болады мынау. Жүрек саламыз. 34, 33. Пиц, скальпель. 29 секунд, 28 секунд. Біз үлгереміз бе екен? Так, наны қоямыз. Так, қой. 28, 23 секунд. Ойбай, не керек? Ет керек пе? Қарны ашқан ба? Немене? Так, ет керек. Короче, ет керек екен. Сосын бізге мынандай екеу керек екен. Екеу. Хоп. Қош. 10 секунд. Үлгереміз ба? Все, үлгердік. 9. Прикинь, 9 секунд қалған кезде біткенбіз ғой. Все, бізде доктор уже в пути дейді. Все, біз ананы аяқтадық. По идее. Яқта бізде ешкім жоқ шығар. Доктор келді. Все, бізде 3-ші күн бітті достар. Енді бізде не болады? Өйткені мен бір өзім жұмыс істеп жатырмын достар. Ема достар, бүгін біз 4-ші күн. Қараңыздар, қандай адам керек? Короче, достар, 25 секундтан кейін бізде өліп кету мүмкін екен. Сондықтан біз оны өртеніп жатыр ғой өйткені. Так, мынаның үстінен бірдеңе жағуымыз керек екен. Так, үстіне бірдеңе жағып жіберейік. Ана күйіп қалған ғой, күйік шалған. Так, оған дейін мен мынаны толтыра берейін. Жақсы. Қазір сізге пациент дейтінді беретін боламыз. Мен саған мынандай адамдар келеді деп мүлде ойламадым достар, Мен саған не деген қиын болып жатыр. Егер сізде ойнайтын болсаңыздар, мен сіздерге оңай болуы мүмкін. Просто мен жоқ, сіздерге де қиын болады мынау. Мынау қатты жүгірді ғой, что-то қатты ауырып жатқан сияқты. Так, қазір біз сізді емдейміз. Уайымдамаңыз. Так, бұған не керек бізге? Мынандай майыз керек дейді достар. Майызды қаяқтан аламыз біз? Майызды қаяқтан аламыз? Так, мынандай бірдеңе сатып алайықшы. Так, сосын мынандай сатып алайық. Так, тағы бір адам келді. Мен саған не болып кетті достар? Вообще қиын болып кетті ғой мынау. Так, хорошо, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Қай жеріңіз ауырды? Ойбай, сіздің тісіңізді кішірейту керек қой. Мынандай әкеп беруім керек ғой. Майс. Я, хорошо, майс, мінекей. Так, сіздің қазір үстіңізді ысқылаймыз. Хорошо, ысқыладық. Так, енді сізге не керектігін енді біз анықтайтын боламыз. Дарға сіз анықтала беріңіз. Мен 6-шы кабинетке барып келейін. Жаңа ғана бір адам келді. Бұл да сіз сияқты ауырып жатыр. Ойбай, не істеймін саған? Мен саған, что там? Скопируйте подозрительных. Так, қызылжан, что там? Қызыл не істейміз? Қызыл светтан еміз ба? Денджер дейді. Так, не істейміз? Қызыл свет жан, сәлеметсіз бе? Так, не істейміз? Қызыл не ол? Қызыл не бұл? Жаман адам ба сонда? Сізге не керек? Усиление. Так. Ема, неқта бізде жаңадан адам келіп тұр, короче, нандай емдейік. Так, бұның қай жері ауырып жатыр екен? Ема, вообще әр күн сайын достар, өмір сүруде қиын болып бара жатыр мына жерде ше. Наларға беруде қиын болып бара жатыр. Мен бір өзім ештеңе үлгермейтін сияқты. Маған жаңа достар керек сияқты, достар. Ал менде жаңа достар қайдан тапсам болады? Мынау рентгенге келген ба? Түсінбедім мынаны қалай жасайтын. Wrong. Қызыл.
жасыл. Мынау фиолетовый. Ойбай, мынау мені жеп қойды. Ойбай, мә саған, мынау мені жеп қойды достар. 4-ші күнде мені жеп қойды. Так, достар, сіздермен болған мен Бауыр Геймс. Осы жерге дейін видеоны қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, ардаға тіркеліп кетіңіздер. Мен келесі жолы өте қызықты ойындарды ойнайтын боламын. Қараңыздар, бір бөпе келіп жатыр. Қызықты ойындарды ойнайтын боламын. Сондықтан арнаға тіркеліп, осы аномалияда мен келесі күні 100 күнге дейін жеткізетін боламын. Сау бол, давай, до свидания. Давай, мен сені емдемеймін, мен кеттім. Бүгін менің жұмыс уақытым аяқталды. Все, аман сау болыңыздар.